Қайырлы күн достар, біз бүгін қамырын ашытпай-ақ 5 минутта дайын болатын пицца жасаймыз. Өте жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен електен өткізілген 300 грамм ұнымызға 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 1 ас қасық сұйық май құямыз. Және 1 жұмыртқа жарып, үстіне жақсылап барлығын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жарты кружка айран құямыз. Сөйтіп қамырымызды июі қанғанша жақсылап әдемілеп илеп аламыз. Міндетті түрде қамырдың июі қану керек. Осылай қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр илеп 5 минутқа тұндырып қоямыз қамырды. 5 минуттан кейін алып қамырымызды жұқа етіп жайып, оқтаумен немесе қолмен жайсаңыздар да болады. Қамыр өйткені өте жұмсақ. Формамызға салып, асты көтеріліп кетпесін осылай тесіп қоямыз. Сосын кетчуп пен майонезімізді араластырып, тестамыздың бетіне барлық жеріне түгелдей бір келке етіп жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін бетіне шұжықтарымызды әдемілеп ретімен орналастырып аламыз. Және 300 грамм үккіштен өткізілген сырымызды барлық жеріне түгелдей қылып, барлық бетін жабатындай қылып әдемілеп сеуіп аламыз. Және қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 6-7 минутқа салып пиццамызды пісіріп аламыз. Өте оңай, өте тез пісетін, үй жағдайында жасауға болатын пицца. Осылай жасап көріңіздер. Ұнаса каналыма тіркеліп кетіңіздер.